Біз көбіне әлеуметтік желіде, жалпы ақпарат көздерінде фактілерге мән береміз. Фактілердің орын алуына былай айтқанда үкім беріп жатамыз. Тазалық сүйгіш технократ мемлекеттер бар, басқа да жаңағы мемлекеттер бар ғой, үлгілі бола алатындай. Бірақ соны салыстыра отырып, қазіргі мына мұсылман мемлекеттерінде, мұсылман елдерінде, немесе мұсылман адамдарда осындай бір қызығушылық, үлгі қылатындай нәрседен аулақ болып бара жатыр. Олардан біз қаншалықты үлгі ала аламыз, көре алмай жатырық, қоғам көре алмай жатыр деген секілді пікірлер көп көреміз. Әрине, теологиялық тұрғыда тағы ғылыми түсіндірмeye келетін болсақ, теологияда жалпы діндерді зерттейтін ғылым ғой теология. Солда дін деген сөзге анықтама береді. Дін дегенне екі дүниеде адамдарды бақытқа жетелейтін жол дейді. Дін ешқандай бұда кемшілік жоқ. Ал оны ұстанушы тұлғаларға, тараптарға қатысты орын алған кемшілік ол дінге деп телінбейді. Сондықтан бізде мынау ауам халық дейді ғой, жалпылама халықтар бір адамды көрсе дін көргендей болады. Ол қауіпті құбылыс негізі. Ондай концепция болмау керек бізде. Адам көрдіңіз, оны адами фактор бар деп қоса есептеп отырыңыз. Ал оның бойындағы кемшілік, оның адами қасиетіндегі орын алған өзінің білместігінен немесе өзінің кемшілігінен болған құбылыс. Ал діннен емес ол ешқандай. Сондықтан осының ара жігін кейде біз ашуымыз керек.